Сәлем достар, менің Дастархан каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Динара. Сіздерге бүгін өте нәзік, дәмді сникерс шоколады сияқты сникерс тортының рецептісін ұсынамын. Бізге қажет ингредиенттерді және қанша мөлшерде екенін мен видеоның астында описаниеда жазып қойдым. Ал кеттік. Ең алдымен біз жұмыртқаға шым-шым тұз және қантты қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бізде жұмыртқа осындай үлкен болып шығу керек. Миксермен өткізгенде 1-2 секунд іздері қалу керек. Жұмыртқаның үстіне май құямыз және миксермен араластырып аламыз. Үстіне сүт құямыз және тағы да миксермен араластырып аламыз. Барлық сұйық ингредиенттер комнаталы температурада болу қажет. Құрғақ ингредиенттерді, яғни ұн, қопсытқыш және какаоны бір-бірімен араластырып аламыз жақсылап. Одан соң ситаның көмегімен өткіземіз. Қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, осы қоспаны диаметрі 20 см формаға құямыз. Форманың астына міндетті түрде пергамент болу керек. 180 градус қызып тұрған пешке 30 минутқа саламыз. Жарты сағат өтті. Бізде осындай күшті бисквит шықты. Өте жұмсақ, қолмен басқан кезде өте жұмсақ болып тұрады. Осы бисквит 5-7 минут суып тұру керек. Бисквитіміз суыған соң, осылай пышақтың немесе лопатканың көмегімен бисквитті формадан ажыратып аламыз. Бізде осындай бисквит шықты, өте үлкен, пышный болып шықты. Өте жұмсақ, мінеке қолмен басқан кезде жұмсақ болып тұрады. Осы бисквитімізді решеткаға жарты сағатқа қойып, одан соң мешочекке салып тоңазытқышқа минимум 8 сағатқа қоюымыз керек. Карамелімізді дайындау үшін ыдысқа қантымызды орташа қызып тұрған пешке қайнатамыз. Біздің қантымыз күйіп кетпеу үшін осылай араластырып отыру керек. Параллельно біз сливкиді қайнатамыз. Қантымыз еріген соң, сливкиді қанттың үстіне құйып, араластырып аламыз жақсылап. Біздің карамеліміз почти дайын. Пештен карамельді алып, майды ертіп аламыз. Карамель тез су үшін мен басқа ыдысқа құйып алдым және шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Карамеліміз дайын. Енді крем-чиз дайындауға кірісеміз. Бізге қажет творожный сыр, сливки, ванилин және қант ұнтағы. Ыдысқа барлық ингредиенттерді қосып аламыз. Жақсылап миксермен 2-3 минуттай араластырып аламыз. Бізде осындай крем-чиз шықты. Тоңазытқыштан бисквитті аламыз. Менде примерно 8-9 сағаттай бисквит тұрды. Мен 2 бисквит жасап алдым. Өздеріңіздің еркіңізбен бір бисквитті жасауға болады. Бір бисквитті 3-ке бөлуге болады. Мен 2 бисквит жасап 4-ке ғана бөлдім. Қыздар, лайфхак. Егерде тортты кесетін арнайы пышақ болмаса, осылай шеттерін пышақпен кесіп,
жіппен өткізуге болады. Сонда торт өте түзу болып шығады. Енді арахисімізді дайындап аламыз. Осылай үгітіп, пышақпен кесіп аламыз. Ал енді тортты құрастыруға кірісеміз. Әрбір корждың үстіне крем-чиздің 1/4 бөлігін жағамыз. Карамельді крем-чиздің үстіне шеттеріне тигізбей құйып аламыз. Оның үстіне арахисті көп мөлшерде салсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Осылай жақсылап, бүкіл шеттеріне де жақсылап арахисті салып аламыз. Енді әрбір коржды тура солай жағып аламыз. Корж, крем-чиз, карамель және арахис. Кремімізді жағып болған соң, ас пленкасын жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат өткен соң, кольцоны торттан аламыз. Торттың шеттерін қалған крем-чизбен жағып аламыз. Шоколадты ганаш жасау үшін майды және шоколадты 10 минутта микроволновкада ерітеміз. Еріп болған соң жақсылап осылай араластырып аламыз және үстіне арахисті саламыз. Біздің шоколадты ганаш дайын. Енді ең соңғы торттың үстіне шоколадты ганашты жақсылап тұрып құйып аламыз. Торттың барлық жағы жағылу үшін осылай қасықтың көмегімен жағамыз. Мінекей достар, осындай сникерс торты дайын болды. Міндетті түрде жасаңыздар, өте дәмді болып шықты. Осындай дәмді тағамдарды жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара, ас болсын.